Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет салатный заправкамен бөліскім келіп отыр. Бұл ресторандарда берілетін салаттардың заправкасы. Қонақтарыңызды таң қалдырғыңыз келсе, міндетті түрде осы заправканы дайындап көрсеңіз болады. Себебі бұл заправка кез келген салатқа келе береді. Және холодильникта, яғни тоңазытқышта 2 аптадан уақытта сақталып тұра береді. Ал бастайық. Қажетті заттар: яблочный уксус 4%, 9% қолданбаңыздар, зәйтүн майы, бальзамический крем темный, уксус бальзамический белый, соевый соус қажет емес, және де горчица по-дижонски деп аталады, және бал қажет болады. Міндетті түрде осындай түрін алыңыздар. Және сұйық май, сары май. Және қант. Бұның барлығы міндетті түрде өлшеніп салыну керек. Сол себепті мен мынандай қасықты қолданамын. Және мынандай өлшенетін заттарға салып арнайы дайындау қажет. Мысалға, зәйтүн майын 200 мл құю қажетпіз. Одан кейін сұйық сары күнбағыс майы, одан да 200 мл. Одан кейін қара бұрыш, одан 4 грамм, тоз, одан 10 грамм. Одан кейін уксус белый бальзамический, одан 100 грамм қажет болады. Және яблочный уксус, одан 40 грамм қажет. 30 грамм қант, және бал, ол 40 грамм. Осындай қоңыр түсті болу керек міндетті түрде. Және горчица по-дижонски 25 грамм. Егерде таразы болса, міндетті түрде таразыға қойып өлшеген дұрыс болады. Ал енді барлығын жақсылап араластыру қажет. Міндетті түрде көп ұзағынан араластыру қажет. Сол кезде барлығы жақсы араласады. Оған 10-15 минуттай уақыт керек болады. Міне, көріп тұрғандай өте керемет соус болып шықты. Дәмі енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тура ресторандағындай дәм шығады. Міндетті жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.